келер ұрпаққа не деп айтасыз? Өз ұрпақтарыңызға, туған-туысқандарыңызға өзіңіздің тілегіңіз? Енді ұрпаққа ең бірінші өзімнің балаларыма, одан туған немерелеріме, одан кейін туыстардың балаларына менің тек қана айтатыным, өмірде адал болу керек. Өз ісіңе адал болу керек, туыстарыңа адал болу керек, достарыңа адал болу керек. Бұл бірінші. Екінші, мен айтатыным, енді бұл мынандайға айтуға жарай ма жоқ па, бірақ менің өзімнің айтатыным солай. Туыстарыңның ішінде біреу озып кетеді, біреу кейін қалады. Бірақ озып кеткенге қызғанышпен еш уақытта қарауға болмайды деймін. Оған тек қана қуану керек. Егер де туыстарыңның біреуі ештеңеге қолы жетпей далада жүрсе, сен оған бөліп беруің керек. Ал өсіп кеткенге қызғанбау керек. Егер ол көмектесіп жатса, үлкен рахметіңді айтасың, көмектеспесе, онда да оған ренжімеу керек. Өйткені ол сені асырауға міндетті емес. Мінекей өмір жолын осылай сүру керек деп айтам. Одан кейін қызметіңде де адал болу керек. Қандай жұмыста болмасын. Сонда ғана сенің адамгершілік қасиетің толық болады. Сонда ғана сен өзің өміріңе риза боласың. Одан кейін ағайын туғанмен әрине күнде көрісіп отырмайсың, бірақ ағайындықты ұмытпау керек. Ағайын туғанмен достар қысылғаныңда жаныңда болатын солар. Сондықтан еш уақытта оларға жаман көзбен, жат көзбен қарауға болмайды. Ұмытпау керек ағайындықты, достықты деп өзімнің балаларыма осылай айтып отырамын.